Ыбырай Алтынсарин бір уыс мақта. Ертеде бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отырады екен. Бір кезде оның анасы оған ақыл айтады. Қызым, дүниеде жаратылған жәндік жансыздардың ешқайсысы тегін жерде қалмайды. Осыны мәңгілік есіңе сақтап жүргейсің жаным. Сөйтіп анасы ақыл айтып отырған кезде, жаңағы кішкентай қыз әкесінің шапанын тігіп болып, жерде жатқан мақтаның қиқымын алып, терезеден лақтырып жібереді. Әже, мына мақтаның түкке қажеті болмас. Қызым, ол да жерде қала қоймас. Сәлден кейін жаңағы лақтырған мақтаны далада жүрген бір торғай көріп қалып, сол мақтаны тұмсығымен қыстырып ұшып кетеді. Оны көрген кішкентай қыз: Әже, бағанағы мақтаны бір торғай алып кеп бара жатыр, оны не істейді? Қызым, анаң айтқандай еш нәрсе жерде қалмайды. Ол торғай ол мақтаны балапандарының астына апарып төсейді. Біз бұл ертегіден көп нәрсе түсіндік. Дүниеде жаратылған әрбір заттың пайдаға асатынын түсіндік. Сондықтан ешқашан ысырапшылдыққа бармау керек.